Ашқазақ тобының рэперлері әнші Ерлан Орынбасаровпен бірге ортақ ән жазды. Өнер иелері мұндай шешімге не себепті келді екен? Рэперлер эстраданы бағындыруға көшкен бе? Жоқ әлде Ерланның рэпер атанғысы келіп жүр ме? Бұл жағы жігіттердің өздеріне ғана мәлім. Ал дәл қазір қазақ рэпінің хан атанып жүрген Шыңғыстың сұхбатын тамашалауды ұсынамыз. Қазақ рэпінің ханы атанып жүрген Шыңғыс отандық эстрада әншісі Ерлан Орынбасаровпен дуэт жазыпты. Олардың бірігіп ән шығаруына не түрткі болды екен? Бұл сұрақтарға Ашқазақ Про рэпері өзі жауап берді. Ерлан Орынбасаровпен осы жақында жаңа ән жазған болатынбыз, бірлесіп өкінбе деген. Бір-екі аптадай бұрын жарық көрді бұл ән. Рэпердің айтып отырған жаңа әні қай бағытта болады екен? Қазіргі форматқа сай сондай тікс деген шайқайтын, тербейтін ән. Ең қызығы ұсыныс Ерланның тарапынан түскен. Ал Шыңғыс көп ойланбастан келісімін берген. Оның айтуынша рэптен гөрі эстрада әндерін жазудың қиындығы көп екен. Қарапайым рэп, жаңағы рэпке мысалы үшін мен өз басым ары кетсе 3 күнім кетер. Бір әнді жарты жылда жазды, өйден қиын екен. Ал Ерлан Орынбасаров рэперді той бизнеске араластырады ма екен деп сұрағанымызда мынадай жауап алдық. Жоқ, әлі шығарған жоқ, ондай мәжбүрлеп жатқан жоқ мен. Тойда рэп айту мен үшін таңсық сияқты етімді үйренген. Түнгі ойын-сауық кештерінде өнер көрсетіп үйреніп қалған рэпер Шыңғыстың енді тойларда эстрада әндерін айтып жүргенін көріп қалсаңыздар, таң қалмаңыздар, себебі Ерлан Орынбасаров пен бұл жігіт алдағы уақытта әлі де бірігіп жұмыс жасайды. Фариза Баянова, Богдан Азаров, ревью жаңалықтары.